Барлығыңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді подлива жасаймыз. Гарнирге бізде күріш болады. Ол үшін біз сұйық майды құйып, қызығаннан кейін томатымызды қосамыз. По желанию. Қоспасаңыздар да болады. Одан кейін етті салып қуырамыз суы кеткенше. Одан кейін сәбізімізді қосамыз. Жуамызды қосып, қызарғанша қуырамыз. Қызарып қуырылғаннан кейін жақсылап тұрып араластырып, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қосамыз. Араластыруды ұмытпаймыз. Қызанағымызды және де үйде болса тәтті бұрышты да қосуға болады. Көбірек укропты қосамыз. Және де араластырып болғаннан кейін қайнап тұрған су құйып, отты баяулатып, қақпағын жауып, етті толық піскенше бұқтырамыз. Еті піскеннен кейін 1,5 ас қасық ұн қосып, жақсылап ұнын ерітіп араластырамыз. Осы ұнның көмегімен подливамыз қоюланады. Мінекей подливамыз қоюланды. Енді соңғы ингредиент картобымызды қосып, толығымен пісіреміз. Осы подливамыз піскенше басқа кастрюльге суды қайнатып, күрішімізді жақсылап жуып, тазалап саламыз. Үстіне кукуруза қосамыз. Және де толығымен піскенше түбі жабысып қалмауы үшін араластырып тұру қажет. Күріші пісіп болғанша подливасы дайын болады. Осылай тарелкамызға әдемілеп салып береміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар.